Сәлем жақсыларым, қалдарың қалай? Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, коммент басып жатқандарыңызға рахмет көп. Ортамыз толып жатыр екен, қуанып қалдым. Бірақ бір шетінен кішкене өтінішім бар, сырттай қарамай маған каналыма тіркеліп қойыңыздар, жарай ма? Лайк басып, коммент қалдырып, пікірлеріңізді айтыңыздар. Бір-бірімізбен жақсы танысайық, бір-бірімізді көтерейік. Сондықтан сіздерге барлықтарыңызға рахмет айта отырып, бүгінгі пісіретін пирогымыз бұл сәбізден жасалады. Сәбіз пирогы деп аталады. Енді бірінші таныстырып өтейін. Мына жерде өзім қойып қойдым. Енді 4 жұмыртқамыз бар, және қантымыз. Сосын мына үйде бұрынғы осы кішкене желінбей қалып қойған қаймағымды шығарып қойдым. Және мынау сұйық май. Семшкі май дейді ғой, осы сұйық майымыз. Сосын разрыхлительді шығардым и ванилинді дайындап қойдым. Енді алдымен біз осы ыдысымызды дайындап аламыз. Бірінші жұмыртқаны жарамыз. Жаңа жұмыртқаның категориясы 1 болады. Және үй температурасындағы жұмыртқа болған дұрыс. Ал, бісмілля. Біз енді өзіміздің жаңа отбасымызға лайықтап шағын қылып жасап жатырмыз. Бірақ енді ыдысым кішкентай болып қалды деп ойламаңыздар. Ол несі осы көлемі осындай болады. 4 жұмыртқадан жасалған жаңа сәбіз тортымыз осындай болады. Енді келесі кезек мына қантты қосамыз. Бұл қанттың грамы 175 грамм болды қантты. Жаңа таразыға өлшеп дайындап қойдым. 175 грамм. Мен алдында да айтып келе жатырмын. Осы тоққа қоспай тұрып, миксерді әбден бұлай тоқсыз араластырып алу керек. Міне достар, қараңыздар, әдемі көтерілді. Жаңа 4 жұмыртқамыз. Негізі енді ыдысым кішкентай болып қалды. Мен қазір сіздердің көздерінше мына бөтен ыдысқа ауыстырамын. Көбісі айтады, жұмыртқамыз көтерілмейді деп, сол жұмыртқаны көтерілу үшін үй температурасында 6 сағат ұстасаңыздар, жаңа жұмыртқаларыңыз күшті көтерілетін болады. Міне енді осыған енді қазір қаймағымызды саламыз. Үйдің қолдың қаймағы осы қалып қойған еді, соны бәрін қосып жіберейін деп отырмын. Ерітпеймін. Қазір миксерлеген кезде өзі арасында еріп кететін болады. Бісмілля. Міне жаңа қаймағымызды салды. Енді мына семшік майды қосамыз. Жаңа айтып атқаным сол ғой, маргарин болса маргариннің жартысын қосыңыздар. Мен закрома майым бітіп қалған, сосын орнына семшкі маймен айырбаса, общем, орнына соны құяйын деп жатырмын. Бісмілля. Міне құйдым. Жердегі семшкі май 60 миллиграмм. Тағы да қайталап айтып қойын, 60 миллиграмм. Енді осыны қазір тағы да жақсылап бір миксерлеп жібереміз. Содан кейін барып қосатындарын қосамыз. Міне бір рет миксерледік. Енді осыған ұнымызды қосамыз қазір. Оның үстіне қазір мен разрыхлитель қосып жіберейін. Шай қасық деп, негізі мына осы тұрғандағы осылай өлшесеңіздер, осы 8 грамм болып есептеледі. Мені қараңыздар, қостым. Енді осыны кішкене бет қолмен араластырып жіберіп, немізге салатын боламыз. Массамызға. Осылай жаймен деп, себелеп, осылай салып, араластырып тұрсаңыздар болады. Енді бірден салып кетсем, бұл жаңағы өніміз ауырлық болып қалуы мүмкін. Қантымды айттым 175 деп, 200 грамм ұн. Осы 4 жұмыртқаға араластырғандағы неміз массамызға 200 грамм ұнымызды, 175 грамм қантымызды, жаңағы
барлығын салдық қой. Енді разрыхлителді неге 8 грамм өткеннен мынаның ішінде жаңа май болды, семшкі май болды. Олардың бәрі кішкене көтерілу үшін ауырлық қылады да, сосын разрыхлителді жаңа 8 грамм қылып қосу керек. Қазір біріншіден мен нені қосып жіберейін? Ванилин. Барлықтарыңыз білесіздер, ванилинді. Бұл деген иісін күшті шығарып, дәм береді. Міне болды. Енді қазір мен сіздерге сәбізді үкіштен өткізіп көрсетемін. Қалауыңыз бойынша негізі ірі болып жаңағы үкіштен өткізген дұрыс. Сосын кейін сәбізді алған кезде мықты сары сәбіздер, ол білмеймін, дәмін келтіреді деп айта алмаймын. Осындай қызыл сәбіз алған дұрыс. Сосын сәбізді негізі тәтті болған дұрыс. Қыздар, міне теркамды шығардым. Бұған қарап күлмей қойыңыздар. Бұл менің өзімнің анам осы тұрмысқа шыққанда алып келген. Содан бері көзі қылып сақтап жүрмін. Әйтпесе үкіш алуға болады ғой, Аллаға шүкір. Бірақ бұл үкіш мен үшін өте қымбат нәрсе. Түсінетіндер түсінеді, түсінбейтіндер түсінбейді. Өзім әйтеуір бұны көзім қарашығында сақтап келе жатырмын. Ал енді үкіштен өткіземіз, ірісінен өткізген дұрыс. Міне жаңа массамыз мынау, бәрін салдық. Енді осыған сәбізімізді саламыз. Мына қазір осыны араластырамыз. Жақсылап араластырасыздар. Сосын духовкаға, мен өзім чудо-печкеге салайын деп тұрмын. Чудо-печка маған жеңіл да. Ішінде саласын, пісіріп ала береміз. Енді бәрінің үйінде духовка бар деп айта алмаймын. Біреуінде бар, біреуінде жоқ. Кім қалай пісіреді, өздері біледі. Енді мен өзімде духовкамде, чудо-печкамде бар, бірақ негізі чудо-печкеге пісіргенде жақсы көремін, тәуір көремін да үшін. Мынау енді әдемілеп араластырып, қазір енді жаңғақ бар, грецкий орех. Содан кішкене қосамыз. Грецкий орехті жаңағы аллергиясы бар адамдар болса, қоспай қоса болады. Егер ұнататындар ғана қосса, тіптен жақсы. Мен өзім грецкий орехті қосқанда тәуір көремін. Орехіміз шағылып дайын тұр. Енді осыны ұсақтайтын боламыз. Енді менде андай осы ұсақтайтын жоқ екен. Сосын осындай ағаш немен скалкымен орайын деп отырмын осы. Осымен ұсақтап, қазір неге қосамыз, тортқа қосамыз. Міне ездік. Енді ұсақталды ғой осыны ше. Кішкене ірілерімізді алып, осылай қолмен жаңа іріктеп аласыздар да. Осылай ыдысқа салып. Мына жерде бір 50 грамдай болуы мүмкін. Ыдыстың ішінде 50 грамдай болуы мүмкін. Менікі жаңғағым кәдімгі жаңғақ болды. Сол жаңғақты бір 25-30 данасын шақтырып алдым. Енді мынау ұсақтары бұны піскеннен кейін саламыз, сол кезде көресіздер. Ал мынаны қазір біздер массаға салатын боламыз. Міне қараңыздар. Осылай салып массаға саламыз. Сосын араластырамыз. Қалай масса, қалай? Әдем болып тұр ма? Міне морковы да бәрі де бірдей неде тұр. Әдем болып. Достар, мына жерде чудо-печкам. Бұны алдында жаңа осы бір немді пирогын пісіріп алдым. Енді мынаны қағасын мен майлап осыған құятын боламын. Және де достар, мен айтайын дегенім, осы YouTube каналын ашқаныма көп бола қойған жоқ. Бір айдан енді асып жатыр. Кемшіліктері болса арасында көз жұма қарап отыра тұрғаныздар. Ертең жаңа жерден әбден профессионал болғанша бәрін үйренетін боламын. Көпс. Осылай бәрін саламыз. Несі сәбізі әдемі көрініп тұр. Қызыл сәбіз алып, дәмін көріп, жаңа тәтті болса, ол тіптен күшті шығады пирогымыз.
Жаңа қалған жаңғақты алып қалдым. Оны піскеннен кейін бетіне сеуіп көрсететін боламын. Осы 30-35 минутта дайын болады. Мен чудо пешке салғаннан кейін, 30 минуттан кейін тексеріп қарап қойыңыздар. Егер піскен болатын болса, зубочистительмен тексеріп, піскен болса, онда ала беруіңізге болады. Енді қараймыз, уақыты келді. Жарты сағатта пісті менікі. Бисмиллахиррахманиррахим. Тарелкамыз дайын. Значит, так қоямыз. Су құйып. Қыздар, мені бетін енді әрлейміз. Сахарный пудра енді кішкене қалған екен, осыны бетіп үстіне жүргізе саламын. Әдем болу үшін. Арасын бетіп жібереміз. Болды. Бұл болды. Енді үстіне нені грецкий ореқты былай сеуіп қоя салып жей берулеріңізге болады. Өте дәмді, керемет. Қазір кесіп көрсетейін. Негізі алдында кесіп көрсетем деп жүріп, ұмытып кете беретін едім ғой. Бұл жолы енді сіздердің қалауларыңызды жасайын деп жатырмын. Ал достар, мені сәбіз бәлішіміз дайын. Енді сіздерге кесіп көрсетейін.